Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге баялдыдан жасалынатын рулеттің рецептімен бөлісемін. Бұл өте ерекше болып шығады және де бұл ең оңай жолы. Басқа рулеттерге ұқсамайтын басқаша жолмен дайындалады. Оны жасауымыз үшін бізге баялдылар қажет. Баялдының артық қажет емес жерлерінің барлығын алып тастаймыз. Жіңішке қылмай орташа, яғни теп-тегіс бүтін қылып, баялдылардың барлығын солай кесетін боламыз. Бізге қажет заттар ол осындай. Панко деген ұнтақ, бұл кез келген дүкендерде сатылады. Панко деп айтсаңыздар, немесе бұл болмаса бұның орнына ұнтақталған сухари қолдансаңыздар болады. Жұмыртқа және де осындай сары бояуыш қолданамыз. Бұл міндетті емес. Дәміне қарай тұз және осындай сарымсақ қажет, бірақ біз 2 тісін қолданамыз. Баялды, аскөк және де майонез қолданатын боламыз. Ал енді жасауға кірісейік. Дәл осындай үлкенірек келген ыдысымызға 4 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаға көз мөлшерімен тұзымызды себеміз. Енді сары бояушымызды қосатын боламыз. Бұл сары бояуыш тек қана осы баялдылар жасалатын рулетімізге тек қана сары әдемі түс береді. Бірақ бұл міндетті емес, бұны қоспай қойсаңыздар да болады. Енді осыны шаншқымен араластырамыз. Ең алдымен баялдымызды осылай ұнға аунатамыз, одан кейін жұмыртқаға аунатамыз, одан кейін панко деген ұнтағымызға аунатып, барлық баялдылардың барлығын солай қайталап жасап шығатын боламыз. Бұл баялдылардың барлығын ешқандай тұзды суға салып қоюдың қажеті жоқ. Ащы болып шықпайды. Енді барлық баклажандарды осылай жасаймыз. Енді бізге қазір таба қажет. Табамыздың ішіне күнбағыс майын құямыз. Аз қоспайтын боламыз. Жеткілікті мөлшерде қосамыз. Өйткені біз баялдылардың барлығын осы қазір майда қуырамыз. Сол себептен күнбағыс майын жақсылап қызытамыз. Қызыған майға осы біздің бағанағы жасаған баялдыларымыздың барлығын осы майдың үстіне қарай салатын боламыз. Енді осылай әрбір баялдыларымыздың барлығын қызартып қуыратын боламыз. Міне бізде дәл қазір жақсылап қызарып жатыр. Енді келесі бетіне қарай аударамыз. Яғни сіздер осылай дайындайтын болсаңыздар, сіздердің жасалынатын баялдыларыңыз қатты майлы болып шықпайды. Одан кейін енді осы баялдылардың барлығын алып, осындай бөлек бір ыдысқа саламыз. Менде қазір бұл жерде сита тұр. Ситаның астында осындай ыдыс бар. Қазір ситаның тесіктерінен осылардың майлары бөлек шығатын болады. Сол кезде бұлар майлы болып шықпайды. Осылай барлық баялдылардың барлығын осылай ситамызға салып, астындағы майлары бөлек болып тұрады. Енді салаттың соусын дайындаймыз. Осындай ыдысымызға майонезімізді салатын боламыз. Енді қазір сарымсағымызды қосатын боламыз, яғни чеснок қосамыз. Чесноктың 4 тісін емес 2 тісін қолданамыз, және де осы үкіштің ең кішкентай үкіштен өткізілетін жағынан осы 2 тіс сарымсағымызды өткізетін боламыз. 4 тіс көп болып кетеді, 2 тіс жеткілікті болады. Енді осы сарымсағымыз бен майонезімізді шай қасықпен араластырып шығамыз, біркелкі болуы үшін. Енді қызанағымызды кесетін боламыз. Қызанақты бір қызанағымызды алып, қажет емес жерлерін алып тастаймыз пышақпен. Одан кейін оны ортасынан бөліп, одан кейін арғай жартылай болып кесіп кете беретін боламыз. Яғни біздің жасайтын айчучук салаты сияқты қылып кесетін боламыз, бірақ қызанақты жіңішке қылып кеспейміз, айырмашылығы. Орташа болып кесіледі қызанақ. Жартылай кесеміз, одан кейін арғай осылай кесіп кете береміз. Барлық қызанақтарды солай кесеміз. Қатты көп қызанақтың кесудің қажеті жоқ. Енді дәл қазір салатымызды жинаймыз. Осындай рулеттің бағанағы баялдыларымызды алып, оның бетіне соусымызды жағамыз. Қатты көп жақпаймыз. Дәл осы видеодағыдай қылып жақсаңыздар жеткілікті. Барлық жағына, астыңғы жағынан бастап үстіңгі жағына қарай көп жағудың қажеті жоқ. Одан кейін қызанағымызды саламыз, одан кейін осылай укроп, яғни аскөгімізді салатын боламыз. Енді рулетімізді осылай ораймыз.
Сонымен біздегі рулет дайын, осындай болып шығады. Өте дәмді, беткі жағы хрустящий, ішкі жағы жұмсақ, керемет. Осындай салаттарымыз дайын болып шықты. Яғни орысша айтқанда тещин язык. Егер де видео ұнаса, видеоға лайк басып, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек. Бұдан да әлі өте көп рецептер болады. Сол себептен каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.